Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жеке және командалық ойын әрекеттері, шабуылдау, ойнау әдістері. Футболға ең негізгі әдістерді үйрену және шеберлігімізді шыңдау. Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет доппен бір орында орындалатын жаттығулар. Алаңда жай жүру, жүгіру жаттығулары арқылы денені қыздыратын жаттығуларды жасау. Меңгерген әдістермен допты алып жүру. Футбол ойынның қауіпсіздік ережелері. Ойын барысында даурығып айқайлауға болмайды. Бірақ ойыншы әріптесіне белгі беруге болады. Ойынға төрешілік етушінің ескертпесін ойыншылар мүлтіксіз орындауға тиісті. Допты алып бара жатқан қарсыласты қуып жеткен жағдайда оның аяғын емес, допты тебу арқылы тартып алуға болады. Төрешінің берген белгісін естіген сәтте ойынды тоқтату керек. Жүгіріп бара жатқан қарсыласты артынан келіп итеріп жіберуге шалуға болмайды. Допқа таласқанда қарсылас ойыншыны итеруге болмайды. Қандай жағдай болмасын, қақпашыға тиісуге болмайды. Дөрекілік жасау футболшыға жат құбылыс. Ауа райына қарай ойынға киетін спорт киімдері өзгереді. Ал олай болатын болса, футбол тарихы туралы видеомызды көре кетейік. Дәуіріміздің 2-ші ғасырында Қытайда Цзуйцзи атты ойын пайда болды. Ол ойында бірнеше командалар қатысып, 6 қақпаға гол салып ойнады. Ол ойында жетістікке жеткендерге сыйақы беріліп отырды. 2004 жылы FIFA Цзуйцзи әлемдік футболдың атасы деп жариялаған болатын. 644 жылы Цзуйцзи Жапонияға да келіп жетті. Жапондықтар ойынның ережелеріне өзгерістер енгізді, яғни айтқанда допты жерге түсірмеу. Ол біздің тілмен айтқанда 21 немесе орысша айтқанда чеканка секілді. Ойыншылар форманың орнына ұлттық киімдерін киіп шығады. Кімге қалай естілсе де, жапондықтар бұл ойынды әр мерекеде елеусіз қалдырмайды. 7-ші ғасырда ежелгі Грециядан Ұлыбританияға да футбол келіп жетеді. Мұнда іші пысқандардың бәрі футбол ойнап, әр мереке сайын жарыстар ұйымдастырылып отырған. Британдық футболда адам санының өлшеусіздігі мен жойқын ойындары ерекшеленген. 1389 жылы Англияда футболдың дамығаны соншалықты король Ричард II футбол ойнау уақытына өзгерістер енгізді. Одан артық ойнағандарды ауыр жаза күтіп тұрған болатын. 1855 жылы Goodyear компаниясы алғашқы былғарыдан жасалған допты ұсынды. Содан 7 жыл өте бере Ричард Линдон допқа арналған камераны ойлап тапты. 1863 жылы ресми түрде заманауи футболдың туған жылы болып есептеледі. Сол жылы алғаш футбол федерациясы пайда болып, допты қолмен мүлде ұстамау сынды ережелерді ойлап шығарды. 1872 жылы футбол тарихындағы алғашқы ресми матч ойнатылады. Бұл матчта Шотландия мен Англия құрамалары кездеседі. Бұл матчты көруге 4 мыңға жуық адам жиналады. Футбол тарихындағы алғашқы матч болса да 0-ге есеппен тең аяқталады. 1893 жылы футбол тарихындағы алғашқы трансфер орын алады. Астон Вилла Вест Бромвичтен Вилли Брустың небәрі 100 фунтқа сатып алады. Бұл аз баға болғанмен, бұл жарқын болашақтың әлі алда екенін білдіреді. 1930 жылы Уругвайда алғашқы әлем чемпионаты өтеді. Осы себептен Уругвай астанасында 90 мың жанкүйер сыйдыратын Монтонари алаңы соғылады. Әлем чемпионатына 500 миллион астам халық келгендіктен, халық жинау бойынша бұл әлем чемпионат бірінші орында қала береді. Дәл осы сәттен бастап әлем чемпионаты 4 жылда бір рет өтеді. Тек 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде үлкен спорт пауза қойған ешкімге бейхабар емес. 1950 жылы Уругвай мен Бразилия арасындағы матчта
199.850 жанкүйер көруге келеді. Сол үшін бұл матч Гиннестің рекордтар кітабына еніп, 1979 жылы футболдағы жеңіліс себеп болған алғашқы соғыс орын алады. Гондурас өз алаңында Сальвадордан 2-3 есебімен жеңіліп, екі ел 7 күн бойы соғысады. Сол 7 күннің ішінде 3000-ға жуық адам қаза табады. 2002 жылы Мадагаскарда футболдағы ең ірі есеп тіркеледі. Есеп 149-0 есебімен аяқталады. Ресми емес ақпараттарға сенсек, бұл матчта басшылыққа ерегіскен ойыншылар өз қақпаларына автоголды соға береді. 2017 жылы әзірге футбол тарихында ең қымбат трансфер орын алды. Француздық PSG Барселонаға рекордтық 222 миллион евроны төлеп, Неймарды ең қымбат футболшы қылды. 2019 жылы Қазақстан ұлттық құрамасы 5 жыл бойы көтеріле алмай келе жатқан FIFA рейтингіндегі 117 орыннан 114 орынға көтерілді. Ал УЕФАда Уэльс, Венгрия, Польша сынды елдерді артқа қалдырып 24 орынға көтерілді. Бұл жағдайлар еліміздің футболының аздаған десе де прогресті көріп келе жатыр дегеннің үлкен дәлелі. Алаңда қозғалу техникасы, ойыншының тұру қалпы, футболшы қалпында қозғалу, бір бүйірмен аяқты тіркестіре қозғалу, алға және арқамен жүгіру, жылдамдықта және бағытты өзгертіп жүгіру, допты аяқпен соғу, қозғалып келе жатқан допты аяқтың ішкі жағымен және үстіңгі ортаңғы бөлігімен соғу, қорғаушы қарсылық көрсетпеген және көрсеткен кезде допты аяқпен және баспен соғу, топпен қозғалу, тура бағыт бойынша бағытты және жылдамдықты өзгертіп доппен қозғалу, орташа қарқында тура бағытпен және доға бойынша доппен қозғалу, қорғаушы қарсылық көрсеткен және көрсетпеген кезде доппен қозғалу. Олардың барлық түрлі қашықтыққа пас беру үшін, сондай-ақ қақпаға соққы жасау үшін қолданылады. Таянып тұрып, маңдаймен соғу тәсілі аяқ иық мөлшерінде, бір аяқ сап алдында болған қалпында орын алады. Ойыншының кеудесі соққы жасарда артқа шалқайтылады. Аяқ тізеден және тілерсек буынында бүгіледі. Арқа бұлшық еттері қатайтылады. Содан соң кеуде алға беріліп, баспен шалт қимыл орындалады. Соққы маңдайдың ортасымен орындалады. Және ойыншы допты ұшу бағыттан қадағалайды.